Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 10-шы сабақ жуан және жіңішке дауысты дыбыстар тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам, ататай, ойнақтайды ботатай. Әжем, әжетай, шүкірлейді шөжетай. Өлең авторы Баянғали Әлімжанов. Балалар, өлеңдегі шүпірлейді деген сөз бір жерге көп болып жиналу деген мағынаны береді. Енді балалар, осы өлеңге байланысты берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші сұрақ: өлеңде кім туралы айтылған? Өлеңде ата мен әжелер туралы айтылған. Ата, әже, бота сөздеріндегі дауысты дыбыстарды ата. Олардың жуан немесе жіңішке екенін айт дейді. Олай болса балалар, ата сөзіндегі дауысты дыбыс а, 2 а, бұл а дауысты және де жуан. Келесі сөз әже сөзі. Әже сөзінде а және де е әріптері дауысты және де жіңішке болып келеді. Ал бота сөзінде о және де ә әріптері, яғни дыбыстары дауысты, бұлар жуан, яғни дауыстының жуанына жатқызылады. Дауысты жуан әріптерге жатқызылады. Балалар, жуан дауысты дыбыстарға а, о, әріптері жатқызылады. Екінші жаттығу: көркем жаз. Сөздердегі дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ме? Аталар сөзі ақылдың көзі. Балалар, бұл сөздерде жуан да және жіңішке де дауысты дыбыстар бар. Мысалы, аталар, ақылдың деген сөздеріндегі дауысты дыбыстар бірыңғай жуан. Ал сөзі, көзі сөздеріндегі дауысты дыбыстар олар жіңішке. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударыңыздар. Берілген әріптерден бірнеше сөз жаса. Балалар, бұл жерде гүлдің ішінде бірнеше әріптер бар. Енді соларды қосатын болсақ, бізде жол, қол, сол, тор, соқ, тоқ, қос, тос деген сөздер шығады екен. Енді сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айт дейді. Балалар, бұл сөздерде қараңыздаршы, барлығы бірыңғай жуан. Яғни дауысты дыбыстардың барлығы жуан. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.